Қайырлы күн баршаңызға. Осы видеода грантқа бизнес жобаны енгізуді үйренеміз. Ол үшін еңбек KZ-ге кіргеннен кейін осындай переходқа басасыздар еңбек бизнес сайтына. Кіргеннен кейін сразу сіздің аты жөніңіз бәрі тұрады кабинетте. Гранты бөліміне кіріп көрсеңіздер болады. Қазіргі заявка уақыты болып жатыр ма? Міне қазіргі бізде басталған заявка уақыты, сол уақыт аралығында біз береміз. Мой кабинет дегенге басасыздар да, гранты деген бөлімге басып, статус тексересіздер. Бірінші сертификат алғаннан кейін грантқа кейбір кісілер сәйкес келмей қалады. Галочка қосасыздар да, проверка жасайсыздар. ECP ключпен немесе QR-мен. QR деген ол EGOV Mobile'дың QR-мен істесеңіздер болады. ECP ключпен істесеңіздер болады. Менде ECP ключ, мен компьютермен отырғаннан кейін осылай жасаймын. Проверканы өткеннен кейін ECP ключті қазып етіп. Проверить етеміз, осылай галочка басқан. Сосын статустан шығып тұрады мына жерде номер очереди деп. Қазір обновление жасағаннан кейін шығады жауабы. Кейбір кісілер келмей қалады. Бізде мысалы келіп тұр, міне 3 күн береді, включительно 3 күн. Сол уақыт аралығында сіз жүктеу керексіз бизнес планды. Мына жерде бұл кісі безработный ретінде келіп тұр, несі. Және де 7 статус бар, санаттар. Сол бойынша қатысатын кісілер. Көп балалы кісі болып тұр бұл кісі. Және лицо инвалидности бар, АСП алатындар бар, міне 7 категория. Осы кісілер грантқа қатыса алады. Осының біреуінде галочка тұру керек, чтобы сіз қатысу үшін. Міне жазылып тұр. Кормилицаның, яғни асыраушысынан айырылған отбасы, көп балалы отбасылар. Және мына жерде, мысалы, егерде сіз осы келіп тұрып бір жерде жұмыс жасайтын болсаңыз, келмей қалады. Енді бизнес план дегенге өтесіздерде, мына кісі 3 рет қатысқанда ұтпаған ғой. Енді тағы да қатысып көрейін деп жатыр. Бизнес план шаблонын көресіздер, қандай сол бойынша ешқандай өзгеріс енгізбей, соның бәрін толтырып бизнес планыңызды жүктейсіз. Міне. Енді добавить бизнес план дейсіз, мына жерге аты жөнін жазасыз, бизнес планның қандай. Және де выберет файл деп, сол жерге бизнес план жүктейсіз. Мен жүктеп қойдым. Ендігі шақта біз список заявокқа кіресіздер де, подать заявку деген болады. Кнопка соны басасыздар. Сол жердегі мына бәрі шығып тұрады. Карьерный центр, соны таңдалып. Енді проекттің атын жазасыздар да, грант суммасы қанша теңге сұрап тұр, соны жазасыз мына жерге. Және де цель, қандай немен сіз бизнес планыңыз қандай цельмен алайын деп тұрсыз грантты, соны жазасыздар. И жұмысқа қанша адамды аласыз, соны жазасыздар. Біздің кезегімізде 1 адам деп жаздым. Мына жерде категорияны таңдайсыздар, қандай, мысалы, сіз не алсаңыз болады. Бәрі жазылып тұр мына жерде. Қараса, оқып шығасыздар. Бізде технологический оборудование аламыз. Сосын жұмыскер саны. Бәріне галочка қоясыздар да, заявканы жібересіздер. ECP ключ таңдайсыздар. Осы жібергеннен кейін барлық шақтары жазылып тұрады. Қазір көресіздер. Қабылдау біткеннен кейін сіздерге өздері шақырады. Списктің бәрін дайындағаннан кейін сіздерге хабарлайды, звондап немесе SMS-қа жібереді. Міне приглашение на заседание комиссии дейді. Енді кезекте сол болады. Яғни сіз қорғауға шақырыласыз. Одан кейін решение болады гранттың. Одан кейін осы кабинет арқылы барлық жұмысты жасайсыздар. Сосын реквизит ИП ашасыздар, реквизитін саласыздар. Сосын договор жасағаннан кейін грант беріледі сосын сіздерге. Енді баршаларыңызға сәттілік. Грант ұтып алуыңызды тілеймін. Егер пайдалы болса, осы каналға жазылып, лайк басып қойсаңыздар.